Мына көріп тұрғандарыңыздай Сәкен Сайфуллин мектептің арт жағы мынау. Мына жанында жабық стадион. Nerede училищенікі. Соның алдында водонасосный станция мынау. Осыдан бір 2-3 күн бұрын түсіріп кеткен болатынбыз. Осы жерде балдарға өте қауіпті 380 вольттың шкафчигі тұр. Қалай болса солай алқа-салқа тұрған. Бәрін ішке енді кіре алмаймыз, ретке келтірген сияқты. Дегенмен мынаған құлып салып, әдемілеп қойыпты. Балдарға қазір енді қауіптілік ештеңесі көрінбейді. Мынау жаңағы ненің спорт кешені жабық түрдегі балдардың дене шынықтыратын әлі ешқандай ретке келген емес. Мына стадиондардың жан-жағында полный шөп әлі күнге дейін өсіп жатыр. Бұған қарап атқан бір адам жоқ сияқты. Ешқандай. Мұнеге көріп тұрғандарыңызда ішін тағы бір көріп шығайық. Өрге видимо балдар көп көретін сияқты ғой. Мұнеге қазір ғана балдар қашып шығып кетті мұнеге. Мұның ішінен оның ішіне өрт қойып жіберсе, мынаның бәрін талқан шығарып сындырған. Кешегі көріп отқан нелерімізде. Бұған общем мүлдем қараусыз қалған Сәкен Сайфуллин мектептің спорт кешені. Бір стройканы кезінде тоқтатып тастаған екен. Ал енді керексіз болса бұзып тегістеп баяғы ашық алаң қоймай ма?